Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Өзімді жаңағыдай таныстырып кетейін. Мен қылмыстық құқық ғылымының зерттеушісі, заң ғылымдарының кандидаты Дулатов Ықылас Дулатович. Осы Болашақ университетінде сабақ беремін, жаңағыдай білім алушыларға, студенттерімізге. Бүгінгі біздің сабағымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағы. Демек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Өзіміз жақсы білеміз, осы жаңағыдай сыбайлас жемқорлық деген сөз бар ғой. Көптеген адамдар сыбайлас жемқорлық дегенде, бұл сыбайлас жемқорлық дегеніміз демек, ол қылмыс, бір адамдар айтады әлеуметтік құбылыс, біреулер жаңағы парақорлық, бір адамдар жаңағыдай бұл сыбайлас жемқорлық дегеніміз демек заңсыз жолмен басқа бір адамның ақшасын, мүлкін алып, оның қалауын, оның жаңағыдай ойындағы, мақсатындағы нәрсені заңсыз орындап беруін, коммерциялық, кәсіпкерлік ұйымдардың қызметіне заңсыз араласуды парақорлық, жаңағыдай сыбайлас жемқорлық, коррупция дейді. Оның барлығы дұрыс, өте дұрыс. Демек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру біздің негізінде сабағымыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды жақсылап меңгеріп түсіну үшін ең бірінші сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? Біз соны білуіміз керекпіз. Жаңа алдында айтып кеткеніміз секілді, бұл сыбайлас жемқорлық дегеніміз демек мемлекеттік қызметші, лауазымды тұлға өзінің қызметін пайдаланып, жұмыс орнын пайдаланып, өкілеттігін, билігін, мемлекеттік билікті пайдаланып, басқа жеке азаматтың, басқа адамның, басқа мемлекеттік қызметшінің мен сөз байласып, сол адамның өзінің қалауын, мақсатын, ойын заңсыз жолмен орындап беру үшін заңсыз жаңағыдай сыйақы, мүлік, ақша алуы. Демек, бірінші тарапта бұл екі адамдардың арасындағы, бір немесе екі адамның арасындағы, бірінші адамның арасындағы келіссөз. Демек, лауазымды тұлға, мемлекеттік қызметші заңсыз бір әрекетті орындаймын деп келісім береді, өзінің демек мемлекеттік қызметін сатып тұрып жерде. Екінші адам өзінің бір ойын, мақсатын жүзеге асыру үшін сол лауазымды тұлғаға, мемлекеттік қызметшіге ақшалай, заттай, мүліктей бір сыйақы береді жаңағыдай. Осы жерде екі адамның арасында келісім жүріп тұр. Сыбайлас жемқорлық әрекеті дегеніміз мінекей осы нақты айтқан кезінде. Екі адамның арасындағы келісім, мемлекеттік қызметті заңсыз жолмен сату, мемлекеттік қызметтің жаңағында атқарылатын қызметті заңсыз жолмен сатып алу жеке азаматтың тарапынан, болмаса жеке бір адамның тарапынан, және де заңсыз сыйақы беру, заттай мүліктей. Осы сыбайлас жемқорлық түсінігі бойынша мағлұмат мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның бірінші бабында көрсетіледі. 1900 қысқа тарихына тоқтап кететін болсақ, 1926 жылы осы Россия Федерациялық одақ құрылған кезде, Россия Федерациялық одақ мемлекеттерінің одағы құрылған кезде ең алғашқы лауазымды қылмыстар деген термин осы қылмыстық кодекске енгізіледі. Одан кейін 1959 жылы Қазақстан Республикасына, демек ол кезде Қазақ ССР қылмыстық кодексіне 5-ші тарауда лауазымды қылмыстар деген тақырып енгізіледі. Лауазымды қылмыстар. Демек осы қазіргі біз айтып жүрген сыбайлас жемқорлық сөзі, түсінігі, мағлұмат, әрекет ол кезде лауазымды қылмыстар деп көрініс тапқан болатын. 1997 жылы қылмыстық кодексте біраз өзгерістер енгізіліп, лауазымды қылмыстар тақырыбы толықтатылып жаңағыдай жинақталып, мемлекеттік қызметке және мемлекеттік басқару жүйесіне қарсы сыбайлас жемқорлық қылмыстар деп құрастырылды. Қазіргі уақытта қылмыстық кодексте 15-ші тарауда мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару жүйесіне қарсы сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар деген тарау бар. Оның ішінде бұл тарауда жалпы сыбайлас жемқорлық қылмыстар өздері жаңағыдай қылмыстық кодекс бойынша 20 қылмыстан тұрады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 7 жаңағыдай құқық бұзушылықтан тұрады. Нысаналы тікелей. Енді осы жерде жаңағыдай көрдіңіз бе? Демек біз сыбайлас жемқорлық туралы
қысқа мағлұмат беріп тұрмыз. Әрине бұл өте кең ауқымды тақырып, әйтсе дағы да біздің қазіргі мынау уақытымызда біздің қоғамда назарға алып бақылауға алынатын басты мәселенің бірі болып отыр. Бізде мынау азаматтарымыз, әсіресе жастар, осы сыбайлас жемқорлық деген не, оны жаңағыдай алдын алу, болдырмау, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу тақырыптармен таныс болсын деген мақсатпенен 2016 жылдан бастап мемлекетімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағы енгізілген болатын. Жоғарғы оқу орындарында ол кең көлемде жүргізіледі қазір. Ал орта арнаулы оқу орындарында, колледждерде, мектептерде ол құқық негіздері, основы права сабағының құрамына енгізілгенде, мектептерде жаңағыдай құқық негізі, оның да ішінде қоғамтану сабағының ішінде дәріс ретінде өтеді. Бірақ осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру деп тұрмыз ғой. Енді адамдар ойлайды, мәдениетті қалыптастыру, демек сыбайлас жемқорлықта қарсы мәдениетті қалай қалыптастыруға болады? Бұл қалай, не деген сұрақ туындайды? Демек бұл не? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру дегеніміз ол екі бағыттан тұрады. Біріншісі сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтардың санасын қалыптастыру. Демек сана. Адамның санасы, ойы, пікірі, ниеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы болу керек. Екінші бағытта сыбайлас жемқорлыққа қарсы демек тұра білу қабілетін қалыптастыру. Мейлі ол лауазымды тұлға мемлекеттік қызметші болсын, не болмаса ол деген жаңағыдай жеке азамат болсын, кәсіпкер болсын, бәрібір қандай жеке тұлға болмасын, азамат болмасын, ол адам жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыруы керек. Енді осы екі бағытта бұл жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы санамен қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастырмай, бұл мемлекеттік қызметте де, қоғамда да сыбайлас жемқорлықпен күресу бекершілік. Енді бірінші мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Демек сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалай қалыптастыруға болады? Және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалай қалыптастыруға болады? Біздің мінеки осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағымыздың мақсаты осы тұжырымдарды, осы айтылған жаңағыдай бір сөздердің, бағыттардың мазмұнын ашып беру. Сананы қалыптастыруда ең бірінші тарапта осы оқу орындарында, мейлі жоғарғы оқу орындары болсын, орта арнаулы оқу орындары, мынау мемлекеттік қызметте, мемлекеттік аппараттарда, қоғамда адамдардың арасында адамгершілікті насихаттау. Адамгершілік, әдеп, ол жаңағыдай бар адамдардың арасындағы адами қарым-қатынас, игілік қарым-қатынас, адамдардың бір-біріне деген қамқорлығы, адамдардың арасында жаңағыдай кішіпейілдік, және де қанағатты адамдардың жаңағыдай әр нәрсеге қанағат тұтуы, еңбекқорлығы, қоғамда бір-біріне деген игілі, парасатты қарым-қатынасты жасауды насихаттауда негізінде. Осы айтылған мәселелерді үнемі насихаттап отыру. Осы айтылған мағлұматтарымызды мінекей біреу адамгершілік дедік, парасаттылық, адамның бір-біріне деген адами қарым-қатынасы, кішіпейілдігі, құрметтеуі, сый-құрмет білдіруі, бір-біріне әдеп қарым-қатынас білдіруі, мінекей осы айтылған мағлұматтарды үнемі сабақта да, дәрісте де насихаттап отыру. Оқу орындарында осы студент жастардың арасында, мемлекеттік қызметте болса, бұл жаңағыдай мемлекеттік қызметшілердің арасындағы осы парасаттылық, әділдік және де адамгершілік қағидаттарын насихаттап отыру. Әрине осы екінші бір бағытымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті. Мынау өзі адамда негізінде қоғамда адамдық қарым-қатынастар арасында, мемлекеттік қызметте де ақшақұмарлық, дүниеқұмарлық, пайдакүнемдік, жеке мүдделілік деген секілді мағлұматтар, ой-пікірлер, олар жаңағыдай ерте ме кеш пе сыбайлас жемқорлыққа, коррупцияға әкеп соқтырып отырады. Енді осы жерде жаңағыдай көрдіңіз бе, егер де жаңағыдай адамдар пайдакүнемдікті, ақшақұмарлықты, дүниеқұмарлықты
мынау жаңағыдай заңдылық қағидатын сақтамау секілді түсініктерден бойларын аулақ ұстаса, онда сыбайлас жемқорлықтың азаятыны сөзсіз. Демек, көріңіз, мысалы үшін мемлекеттік қызметшіні алайық дейік. Мемлекеттік қызметші өзінің қызмет барысында заңдылық қағидатын сақтап жүрсе, пайдақұмарлыққа, ақшақұмарлыққа, сол дүниеқұмарлықтан бойын аулақ ұстап, мемлекеттік қызметте өзінің міндеттерін, лауазымдық өкілеттіктерін оқып, зерттеп, зерделеп орындап жүрсе, заң талаптарын орындап жүрсе, әрине бұл жерде сыбайлас жемқорлықтан аулақ болады. Ол мемлекеттік қызметші. Сол секілді, бұл жерде жаңағыдай адамдардың арасында, көбінесе адамдардың арасында бұлай бір-біріне деген ілтипат, және де адамдардың бір-біріне деген жақсы бір пікір білдіруі, жақсы сөз айтуы, жақсы бағыт бағдар беруінде өте маңызды. Жалпылай біздің қоғамымызда мемлекеттік аппараттың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуіндегі қоғамда азаматтардың, жеке азаматтардың, халықтың жаңағыдай бірігіп атқаруынсыз, халықтың қолдауынсыз, мемлекеттік аппаратпен халық бірлесе отырып сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізбесе, онда жаңағыдай сыбайлас жемқорлықпен күресіп, оны жаңағыдай азайтамыз, оны жеңеміз деу бекершілік. Мен енді осы жерде бұл жалпылай көрдіңіз бе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбы Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 9 бабында көрініс тапқан. 9 бабында айтады, көрсетеді, осы қоғамда жеке азаматтар болсын, мемлекеттік қызметшілер болсын, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы төтеп беретін, қарсы тұра алатын қабілеттерді, қасиеттерді, құндылықтарды жаңағыдай сақтап, оларды үнемі күшейтіп отыру керек дейді. Бұл демек қандай құндылықтар? Осындай бір сұрақ туады бұл жерде. Бірден бір жерде құндылық, ол адамгершілік болып саналады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті, және де парасаттылық, адамгершілік, жаңағыдай айтып кеттім. Әдепті қарым-қатынас, әдеп нормасын сақтай білу, сақтап жүру. Адамның сондай бір жаңағыдай басқа адамдарға деген таза пікірі, таза ойы, жақсы адами қарым-қатынасы. Мінекей осы аталған мағлұматтардың барлығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда құндылықтар болып саналады. Біз келесі сабақтарымызда осы құндылықтар жайлы көп айтатын боламыз. Және де осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 9 бабындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбы бұл қылмыстық кодекспен де, әрине жаңағыдай мемлекеттік қызмет туралы заңмен де өте тығыз байланысты. Сонымен қатар әдеп кодексімен де байланысты болып саналады. Мен қысқа ғана тарихына тоқтап кеткім келіп тұр. Осы сол тарихынан кейін бірінші біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағына кіріспемізді аяқтаймыз. Бұл тарихына тоқтап кетейін деп тұрмын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбын қозғаған кезде оның тарихын айтпауға болмайды. Ежелде жаңағыдай Шумер деген мемлекет болған. Шумер мемлекеті ол жаңағыдай перғауындардың, баяғы патшалардың, перғауындардың, фараондардың заманындағы уақыт қой. Сол жаңағыдай Шумер мемлекетінің жаңағыдай патшасы Урукагин ең бірінші осы сыбайлас жемқорлық бойынша жауапқа тарту керек. Сыбайлас жемқорлық бұл жаңағыдай қазынаны тонау деген сөз, бөтеннің мүлкіне қол сұғу деген сөз. Жауапқа қатаң жазалап отыру керек. Сыбайлас жемқорлық деген пікір білдіріп, жаңағыдай жаза қолдануды ұсынды. Сонымен қатар Грекияда да, Рим мемлекеттерінде, Египет мемлекеттерінде, Үндістанда да бұл жаңағыдай сыбайлас жемқорлық бойынша мағлұматтар пайда болады. Мысалы үшін Платон мен Аристотель ең бірінші осы сыбайлас жемқорлықты зерттейді Грекияда, ежелгі Грекияда. Аристотельдің пікірі бойынша бұл мемлекеттерді ыдырататында, мемлекеттерге үлкен зардап келтіретінде осы жағындай сыбайлас жемқорлық деп атап көрсетеді. Ал енді шығыста Әл-Фараби
болатын болса, Аль-Фараби жаңағыдай сыбайлас жемқорлық туралы былай деп көрсетіп кетті. Бұл өзі сыбайлас жемқорлық өте үлкен зардапты, зиянды дүние. Ал сыбайлас жемқорлықтың мемлекетте аз болуына мемлекеттік қызметшілердің өзінің жалпылай заңдылықты сақтауы өте маңызды. Демек, мемлекеттік қызметке қызметшілер тағайындалған кезде, қабылданған кезде, олар міндетті түрде өздерінің қабілетіне қарай қабылдану керек деп көрсетті Аль-Фараби. Рим империясында да сыбайлас жемқорлық түсінігі зерделеніп, жаңағыдай сенатта да қаралып, бұл жаңағыдай 12 кестелер, 12 таблица, 12 кесте заңнамасына енгізілген болатын. Үндістанда да жаңағыдай Арт-Хашастра трактаты бойынша да осы сыбайлас жемқорлық бойынша жазалар қолданыла бастады. Мына ежелде бір айтылған сөз бар. Ежелден бір келатқан қағидаттар бар ғой. Бөтеннің мүлкіне, дүниесіне, затына қол сұқпада сұқтанба, неке адалдығын бұзба, адам өлтірме, басқа біреуді заңсыз ғайбаттама, заңсыз жанды жауапқа тартпа, заң әділдігін сақта, бөтеннің мүлкін жаңағыдай қол сұқпа дегенде қағидаттар бар ғой. Осы қағидаттарды сақтау өте маңызды болды сол ерте заманда. Бұл жаңағыдай бір қазіргі мына меншікке қарсы қылмыстар, ұрлық, тонау, қарақшылық, алаяқтық және де осы сыбайлас жемқорлық қылмыстарға жаңағыдай тура айтылған қағидат болып тұр. Жаңағыдай бөтеннің мүлкіне қол сұқпа деген. Демек, қазіргі уақытта да осы қағидат өте сондай бір жаңағыдай талапты, керекті жаңағыдай қағидат болып тұр. Өйткені қоғамда сыбайлас жемқорлықты азайту үшін бірден бір азамат екінші адамның мүлкіне қол сұқпауға тиісті. Мемлекеттік қызметші басқа адамның дүниесіне, ақшасына жаңағыдай сұқтанбауға тиісті. Және де мемлекеттік қызметші басқа адамға ақша әкел, зат әкел, сол кезде мен сен мынандай бір өтінішіңді орындап берем дегендей келісімге бармауға тиісті. Демек, бөтеннің мүлкіне қол сұқпау бұл бір жаңа ерте заманнан келетін қағидат болса, қазіргі уақытта осы жаңағыдай бөтеннің мүлкіне қол сұғу бойынша қылмыстық кодексте, меншікке қарсы қылмыстарда, экономикалық қылмыстарда, осы мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік аппаратқа қарсы жасалған сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстарда нақты көрсетіледі жаңағыдай. Бұл жерде енді айта кететін қорытындылап келгенде мағлұмат. Демек, көрдіңіз бе, бір адам екінші адамның мүлкін, дүниесін, затын, ақшасын алу арқылы заңсыз әрекет жасаса, мінекей бұндай көріністі біз қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар дейміз. Бүгінгі тақырыбымыз енді осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағына кіріспе болды. Біз енді алға шарттап қадам жасап отырмыз. Қалған басқа тақырыптарда біз жалғастыратын боламыз. Біздің келесі тақырыбымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру. Көп рахмет сіздерге.